Авторлық бағдарлама Ұлы дала тарихы. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Бүгін біз сіздерге ерекше білім беру бағдарламасы туралы айтатын боламыз. Ұлы даланың тарихын тереңнен зерттеп, тарихи деректерді талдау арқылы біздің өткенімізді жаңа қырынан тануға мүмкіндік беретін авторлық бағдарлама Ұлы дала тарихы. Курс мазмұны бірнеше маңызды тарихи кезеңдерге бөлінген. Бірінші, тас дәуіріндегі ежелгі тұрақтар мен олардың маңызы. Екінші, қола дәуіріндегі алғашқы шаруашылықтың дамуы. Үшінші, ежелгі тайпалар мен алғашқы мемлекеттердің құрылуы. Төртінші, қазақ халқының этногенезі мен тілінің дамуы. Курстың ерекшелігі мен оқыту әдістері. Бұл бағдарлама оқушылардың тарихи ойлау қабілетін дамытуға бағытталған. Олар тарихи деректерді өздігінен зерттеп, талдауға үйренеді. Ғылыми жобалар жасау тәсілдері қолданылады. Бірінші, рөлдік ойындар. Екінші, зерттеу жұмыстары. Үшінші, археологиялық деректерді талдау. Төртінші, тарихи мәселелер бойынша эссе жазу. Курстың нәтижелері мен күтілетін жетістіктер. Бірінші, тарихи оқиғалар мен процестерді ғылыми тұрғыда талдай алады. Екінші, археологиялық зерттеулердің маңызын түсінеді. Үшінші, қазақ халқының қалыптасу кезеңдері жайлы кеңінен мағлұмат алады. Төртінші, ақпаратпен жұмыс істеу және оны жүйелеу дағдыларын меңгереді. Қорытындылайтын болсақ, осылайша Ұлы дала тарихы авторлық бағдарламасы тарихты тереңнен тануға және өткеннің құпияларын ашуға арналған ерекше бағдарлама. Егер сізге бұл жоба қызықты болса, лайк басып пікір қалдырыңыз. Жаңа бейнелерді жіберіп алмау үшін арнамызға жазылып, қоңыраушаны басыңыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.